Жақында осындай бір әдемі сыйлық алдым да презентациямызда. Ірт бітік. Мынау 9-10 ғасырдағы көне түрік руналарымен бітікпен жазылған көріп келдік кітап. Болашақты болжайтын кітап қой. Міне кітаптың мәтіні мына жерде. Түрік рунамен жазылған. Мына жерде қазақша, ағылшынша, орысша аудармасы бар, суреттермен номері бар. Ана жерде карталары. Осындай әдемі карталар. Соны кәдімгідей ойнауға арналған ғой. Мынау мысалы мифологияда қара атты жол тәңірі. Осы кітапта бар, басқа жерде ондай айтылмайды. Қара атты жол тәңірі, мынау ала атты жол тәңірі. Қызық тұлғалар, кезінде бұлар жайында мақалада жаздым. Мысалы, мынау Қобланды жырындағы Елемес деген құл бар ғой, құлдардың басшысы. Қобландыны саятқа баулайтын, жылқышылық өнерге баулайтын, соғысқа баулайтын сол Елемес туралы мынау Қобланды кететін болғанда көктем аймақ еліне құртқамен кездесетін жерге баратын кезде Елемес оған қарсы тұра жібергісі келмейді, бірақ мақтай береді да сол елді, анау қызды құртқаны. Ақыры Қобланды баратын болғанда, 6 жасар Қобланды баратын болғанда сол елге, жер астындағы елге, оған аяқ астынан былай айтады: мінген Елемес туралы, мінген аты ала еді, қылшық жүні қара еді деп сондай сөздер бар. Ешқандай қатысы жоқ та, ол жерде Елемес жолға да шығып жатқан жоқ. Ал сондайды айтып кетеді, ол осы ала аты жол тәңірі. Өйткені жолда жалғыз өзі айдалада кетіп бара жатқан баланы жебейтін, соған пір болатын. Кейінгі ислам заманда Қыдырдай бейне ғой, көне түрік мифологиясында осындайлар бар. Сол басқа да осындай нәрселер. Мен мынау жерде білем, біздің мұсылман достарымыз қатты бұндайды шыр деп болашақты болжауға болмайды деп шығады. Мен үшін, мысалы, мынандай нәрсе, ол біріншіден тарихи мәдени мұрамыз, сонымен қызық. Екіншіден, бұл енді адам өзінің бейсанасымен, түп санасымен сөйлесуге, өзін өзі ұғуға көмектесетін тәсіл деп білемін осындай нәрселерді. Адам өзінің ой түбінде, санасында не болып жатқан, осы арқылы өзіне өзі ашатын сияқты дүние. Психологиялық жұмыс қой, былайша айтқанда. Сол бұны шығарып жүрген Лаура Байтель деген сіңлім, тіктеймін астында. Әдемі қорап, бұты мықты.